Сәлем достар! Көңіл күйлерің қалай? Керемет па? Бүгін өте қызық тақырып болады. Менің ең сүйікті тақырыптарымның бірі. Сондықтан өте қуаныштымын бүгін. Мен осы нәрселермен сендермен бөлісетініме қатты қуанып тұрмын. Енді өткен сабақтарға шамалы көз жүгіртетін болсақ, біз не туралы айтқан едік? Көз аймағын кеңейту туралы, артикуляцияны жеңу туралы айтқан болатын. Сол нәрселерді жасап жүрсіздер деген үміттемін. Сол жаттығуларды жасағанда ғана нәтиже болады. Жай көре салғаннан ешқандай нәтиже болмайды. Ол білгенді жасау керек. Құр білім ол ешқандай нәтиже бермейді, егер тәжірибемен, оны практикамен жасамаса. Ал кеттік. Олай болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы есте сақтау. Есте сақтаудың оп-оңай жолын үйрететін боламын. Өзіме қатты ұнайтын сабақтардың бірі. Енді қараңдар. Есте сақтауға мен сендерге бір тәжірибе жүзінде бір нәрсе жасап көрейік. Алдарыңа мына 15 суретті беріп тұрам. 1 минутқа 15 сурет. Есте сақтап алуға тырысыңдар. 1 минут кетті. Ал енді кімнің есінде қандай суреттер қалды? Өздерің ойланып айтып көріңдер. Мен шамалы күте тұрайын. Енді өздерің айтыңдар, мынандай суреттер бар еді. Кейбіреулер үлгермей қалған шығар, естерінде сақтап. Кейбіреулер араластырып, шатастырып айтып жатқан болар. Или менің бұрынғы оқушыларым болса, мен үйреткен тәртіппен жаттап тарсылдатып айтып жатқан болар, Мақұл, енді олай болатын болса, мен сендерге бұның қалай есте сақтап алу жолын үйретейін. Бұл үшін біз мына 15 суретке әңгіме құраймыз. Фантазиямызды келтіріп, бір қиял ғажаппен бір ертегі құраймыз. Неге именно ертегі құрау керек? Себебі эмоция, мысалы, сендердің ең қатты қуанған күндерің, қуанған сәттерің естеріңе оп-оңай түсіре аласыңдар ғой, Или ең қатты өкінген күндерің, көңіл күйлерің болмаған күн, біреуге ренжіген күндеріңді де оп-оңай есте саласың. Яғни эмоцияның ең жоғарғы шарықтаған кезінде адамдар есте сақтау, бірден есте сақтап қалады екен сол нәрселерді. Сондықтан кез келген нәрсеге эмоциямен, қиял ғажап нелермен жасайтын болсаңдар, есте сақтауларың оңай болады. Ал олай болса мен әңгімемді бастайын. Бірінші сурет бізде алма. Не деймін? Алма жеп тұрсам, жаныма есек келіп, алма сұрап, оған алманы бердім. Қарасам күн ыстық екен. Мен қыста армандап шаңғы тепсем деп қиялданып кеттім. Бірақ жан-жағыма қарасам, қар да жоқ, шаңғы да жоқ, бір пияз жатыр екен. Пиязды келдім да, не істедім? Жеп қалып едім. Мен патшаға айналып кеттім. Король болып тұрмын. Басында тәжім бар. Бір кезде жаныма уәзірім шыққан екен. Жүгіріп келіп, ұлы мәртебелім. Сағатын көрсетеді маған. Уақыт болды ғарышқа ұшатын дейді. Дедім да мен ғарышқа келдім, киімімді киіп алып, ғарыштағы үйіме барып ұштым. Сөйтіп үйіме келсем, үй жағында әдемі доп тұр екен. Допты келіп, бір тептім аяғыммен. Сөйтіп бір кезде доп тепкенім сол аяқ бас аузыма келіп, бір сәбіз тарс еткізді. Қатты ұрғаны сонша тісім сынып жылап тұрып тісімді алып, сызғышпен өлшеп тұрсам, жаныма үйрек келіп маған күліп тұр екен.
Міне, егер де осындай қылып әңгіме құрастыратын болсаң, осындай ертегі қиял ғажаптарыңды қосып, бүкіл фантазияларыңды қосып осылай әңгіме құрастыратын болсаңдар, бұл әңгімені, бұл суреттерді ешқашан ұмытпайсыңдар. Бір қарайсыңдар, деп әңгіме еске түсіп, тарс айтып бере аласыңдар. Сөйтіп бір аптадан кейін сұрасаңдар, бір айдан кейін сұрасаңдар, тарсылдатып жауап бере аласыңдар. Мақұл, енді бұлай айтулары мүмкін. Енді бұл абай мұны өмірде қалай қолданамыз, бізге өйтіп сурет бермейді ғой, еш жерде бермеуі мүмкін. Бір логикалық нелерге қатыспайтын болсаңдар, өйтіп ондай кездеспеуі мүмкін. Сол үшін біздің мектепте, өмірімізде қолданатын бір Абай Құнанбаев атамыздың бір шумақ өлеңін жаттап көрейік. Оны қалай жаттаймыз? Өлең ғой бұл жерде, енді сөздер, сурет жоқ. Сол үшін әрбір сөзіне сурет саламыз. Енді мен жерде сурет салып жатпаймын, суретті шығарып тұрайық. Мысалы, Абай атамыздың Қансонарда бүркітші Шығаданға деген өлеңін қалай жаттайтын жолын көрсетейін. Қансонарда деген бірінші не екенін түсіндіріп алайын. Қансонарда деген қар қалың болып жауғаннан кейін, түнде жауады, адам бәрі жатқаннан кейін, сол кезде түлкілердің қалған іздерін осыны Қансонарда дейді екен. Яғни сол кезде түлкілердің іздері анық болады. Сол кезде аңшылар сол түлкі аулауға шығады екен, осыны Қансонарда дейді. Сонда, ал кеттік бастайық. Қансонарда бүркітші Шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсы атпен жақсы жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшаданға. Қалай? Жақсы ма? Енді осындай өлеңдердің барлығында көз алдарына сурет елестетіп, сурет салып өстіп, кішкентай бір сол сөзбен, бір суретпен осы сөйлемнің барлығын ашып тұратын нәрсе қылып салып қойсаңдар да, бұл тақпақты бір өлеңді, кез келген нәрсені оп-оңай жаттап аласыңдар. Оны ешқашан ұмытпайсыңдар. Мысалы, біз мектепте не істейміз? Сол моментте ғана жаттаймыз. Болды, сол жерде бесімізді алдық, болды, есіктен шыққаннан кейін ұмытып қаламыз. Ал бір жерге барып, бір тілегіңді досыңа тілек айтсаң, бір нелерде жолдастарыңмен кездескен кезде бір өлең оқып берсең, бір әдемі емес пе? Осы нәрсені сендерде өмірде қолдануларыңа тілектеспін. Жақсы, олай болса, сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше.